Сәлем алейкум. Юа Қырым телеканалында хаберлер жанлы яйында Қырымнен бағылы ең мұйым мәліматен сізлеріне таныш етмеге азырмыз. Студияда Имран Усинов çalışmakta. Сабық сиясиме бұс Володимир Баллықны геже Киевде көтекледілер. Шымды оқастаханеде оның қолы ве көпірчік кемігі қырық. Полис тақиқ тақымының құрды вақия вазиетіні шымды белгілейлер. Мұдан ғайры Баллықның тарафынан Баллықның телефоны ве банк картасы йоқ олғаныны фарқына бардылар. Апыстеда учай девамында қалмақ. Украина тарафдары олған Олег Приходько үшін Русия махкемесі отыруа мудетіні ұзатты. Бұл ақта журналистерімізге оның адвокаты Назим Шейхмаметов таздықлады. Оның айтқанларына көре, отырушуында ФСБ хадимеде сұрғыға чектірілмек керек еді. Ләкин о махкемеге келмеді. Невбет 2 сентябрын 16-сында олажақ махкеме отырушында сұрғыны кечірмеге планлаштыралар. Прокурор в обосновании того, что Олега Аркадьевича нужно дальше содержать под стражей, это престарелого старца в возрасте 61 год, имеющего заболевание, молодой прокурор встает и говорит, что ввиду того, что у Олега Аркадьевича нету прописки и постоянное место жительства в городе Ростов-на-Дону, это также является основанием того, что ему не будет обеспечено надлежащим образом содержание в виде домашнего ареста. Планировали допросить свидетеля, это сотрудник ФСБ, в производстве которого было это уголовное дело, собственно, следователь Романец, судя по информации, которая была представлена в суд, он находится на стационарном лечении. Поэтому его явка обеспечена не была, ввиду этого вчера нам не удалось их допросить. Қырым сакені Олег Приходьканы ФСБ-жілер кечкен сене октябрь айында яқаладылар, оны теракт азырланында қабатлап, евінде тинтуф кечірген еділер. Санки дерсің тақиқатының версиясына көре, ол Львив ве Сақ шәрінде терактлар азырлап, ишғалжа кеметіні Украинаға ярымаданы қайтармаға меджбур етмеге істейді. Приходько қабатлавлары редетте, махкеме отырушылары вақтында патлайджи оңа тинтуф вақтында ташлап қалдырғанлары ақында беянат етеді. Апысханеге есе Украина тарafına destek etkeni için kapattılar. Rusya arbileri Qarasу Bazar Suvanbары yanındaki Büyük Qarasу ozenini toprak kalıpları ile kapattılar. Bu hafta Qırım Reali neşiri bildirmekte. İşgalciler arbiler Ahmezcit için yapkan taynaklarından pompalap su çekeler. İşler ketken yerde çadırlar lagerini kurganlar farklı teknika işletilmesine aşağıdaki toprak dambası sebebinden Büyük Qarasу ozeni suvsuz kaldı. Yerli failin sözlerine göre Qarasу Bazar anbarına kirgen ozen kefe ve sudak şehirlerini suvnen teminleydi. Şimdi ise Qarasу Bazar ve Taygan suvanbarlarının resursları Ahmezcitini suvnen teminlemek için yollanıla. Ратлық күнлерсіз çalışmaq ve аш yapmamaq. Ahmezcitinin şehirinin işgalci yolbaşçısı Елена Проценко Sputnik Radyosu'nun efirinde Kırım sakinlerine nasıl etip suvunu tutumlu kullanmaq keregi hakkında aytты. İşgalcinin sözlerine göre rahatlıq günlerinde çalışkanı için suvunu tutumlu tuta ve evde aş pişirmegeni için savutlarını yuvmay. Ahmezcit rayonu ve Bakçısarayda kurğaqlıq ve havuzlarının boşaltılmağını için su berilmege sınırlamadan 3. etapı көрсеткенлер Ahmezcit şehirinin bir kısmı suvunu sabah ve akşam vakitleri tek 3 saat içinde alabilir. У меня очень жесткая экономия воды, потому что я приезжаю поздно, принимаю душ. Не могу сказать, что я ложусь спать, да, я просто теряю сознание от усталости. Я просыпаюсь рано, в 5:30. Единственное, что я могу себе позволить иногда проснуться на полчаса позже, это в 6 часов, опять душ и исчезаю. То есть вот и все. В выходные дни я тоже провожу на работе, такой же график у моего супруга. Поэтому кроме ванной, наверное, вот и все. Вот так ничего вот не экономите. готовим, посуду, соответственно, не моем. Қырымда кечкен күн içinde ковид хасталығына оғырған 46 адам тапылды. 12-сі қиярда қасталынды. Ишғалжы сағлақ сақлав назирі білдіргеніне көре 79 яшлы еркек кіші ковид-19-дан кечінді. Сененің башында қиярда 590 адам қасталанды. 20 өлді. Қырым Мұхтар Жемхуретінде есе 2891 адам қасталыққа оғырады. 34 кечінді. Қытай Украинада түнеуін 2411 адам қасталыққа оғырады, 57-сі өлді. Бұл ақта сағлықты сақлав назирі Максим Степанов білдірді.
Қасталыққа батқан шер лидерлерінден Киев мұнда 235 қаста бар. Бұнын бері-бірлікте Харьков, Одесса, Львив, Тернополь ве Ивано-Франкивск вилетлері жедвелде бірінші басымақларда. Умумен алған пандемия башындан 140 bin Украина ватандашына COVID-19 тейді. Ви бачите, що в нас коронавірусна хвороба не збертає обертів, тобто навпаки, ми бачимо, що кількість постійно зростає кількість людей, які госпіталізовані. Ми наближуємось вже до 8 тисяч щодо людей, які перебувають зараз на госпіталізації. І в порівнянні, наприклад, з липнем, ця кількість зросла більше, ніж в 2 рази. На середину липня ця кількість була 3,5 тисячі. Карантин себебінден Қырым сакинлері үшін азыр олған биометрик паспортларыны сақлав мұддеті миграцион қызметлерінде озатылды. Бұақта Херсон велетінің миграция қызметі хабер етті. Олар аңлатқанларына көре азыр весиқа қанун бойынша 1 ел қадар тура, амма карантин вақтында бұл мұддет сайылмайжақ. Бойлелікнен паспорт ясағаны ве оны алмаған ишғал етілген Қырым сакинлері карантин сыңырлавлардан сон оз весиқаларыны алып олурлар. Қырым сакинлері үшін чат-бот чатны Telegram мессенджерінде ишлеп башланылды. Анда Қырым сакинлеріне вақтынша көчіп келгенлері үшін файдалы малюматны топладылар. Чат-ботын яратылмасына ғайе да 2019 сенесі пейда олды. Оның иштетілмесіне 1 ел кетті. Тәсілетлі Желев қамызда. Чат-бот для крымчан. Қырым сакинлері үшін чат-бот. Бұл қоланым ән мұйым ве актуаль суалерге жевап тапмақ үшін япылды. Мұнда бесеқаларыны, олюм яда доғым шәдетнемелеріні насыл етіп ресмилештірмек керек олғанны білмек мүмкін. Бұндан ғайры ишғалдерген топрақларда яшаған адамларының яда мечбурен яшаған еріні қалдырып кеткенлерінің суалеріне жеваплар бар. Бот геже күндіз çalışacak. Украина президентінің Қырым Мұхтар Жұмхуриеті даими темсилчісінің бірінші муавины Дарья Свиридованың айтып бергеніне көре, чат-бот ярдымынен меслиат яда дегер әжеле суалерге жевап қолай алмақ мүмкін. Бот уч бөліктен ібарет. Перше – це як отримати свідоцтво про народження або про смерть особи на окупованій території. Другий блок – це такий найбільш, мабуть, запитуваний. Це як отримати різного роду паспортні послуги. І третє – це питання умов перетину КПВВ з Кримом. Bundan gayrı чат-ботта коронавирус пандемиясы вақтында сынырның кечуінен бағлы сынырлавлар ақында да малюмат бар. Оның азырлығында Крымсоз жемаат тешкелятыда иштирак етті. Ольга Куришка хайдеткеніне көре бұл қоланым ижғалетілген Қырым сакинлері или бақ тұтмақ үшін бір қошма усулдыр. Наша організація долучилася до наповнення і до його розробки через те, що ми маємо гарячі лінії і надаємо консультування саме кримчанам стосовно різних питань, які у них виникають. І у нас є можливість систематизувати і зрозуміти, з які ж найбільш проблемні питання або найбільш запитувані. Ми дуже намагалися, щоб користування ним було інтуїтивно зрозумілим, щоб всі питання були логічними, щоб людина завжди був якийсь варіант відповіді на питання, там не було закритих, або людина не знайшла свого варіанту. Чат-бот энді ишке түшірілді. Шының үшін насыл çalışacıға ақында да беледегіл дей Анна Расамахина. Яқын автоларда тақымынен берабер құланымны талил етіжеклер ве қайсы талаплар ен чоқ олғанны көз етіжеклер. З якими питаннями звертаються за індивідуальними консультаціями і будемо коригувати вже відповідно до цього, тому що цей продукт ми будемо доопрацьовувати постійно. Бұнымен бераберлікте чат-ботта президентінің темсілчілігіне ведегер үкіметке бағлы олмаған тешкілатларға насыл етіп мұраджат етмек мүмкін олғанына ақында да малюмат бар. Отримати відповіді або консультації, або супровід індивідуальний в зв'язку з особливо складними ситуаціями, коли умовно це не типова ситуація, відповідь на які не міститься в боті. Бұнымен бераберлікте чат-ботта президентінің темсілчілігіне ведегер үкіметке бағлы олмаған тешкілатларға насыл етіп мұраджат етмек мүмкін олғанына ақында да малюмат бар. Ирина Сорока, Максим Терещенко, Муслим Умеров, Хаберлер, ЮАХРым. Бұнын есеме сіздерден сағылықлашам, өзіңізге пек мұқайт олыңыз, сағылықне қалыңыз, көрішкенже.